Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұзақ жаншылу синдрому. Сабақтың мақсаты ұзақ жаншылу синдромы туралы түсінік қалыптастыру және медициналық көмек көрсетудің ережелерін үйрету. Сабақтың міндеттері: ұзақ басылып қалу синдромының даму механизмін талдау, төтенше жағдайлар ошағында басылып қалудың ерекшеліктерімен таныстыру, ұзақ басылып қалған кезде медициналық көмек көрсетудің ережелерін білу. Жалпы ұзақ жаншылып қалу синдромы дегеніміз, жұмсақ тіндердің ұзақ уақыт бойы 4-8 сағаттан артық қысылумен сипатталатын ауыр жарақат түрін атаймыз. Жалпы пайда болу себептеріне келетін болсақ, ұзақ жаншылу синдромы жер сілкінісі кезінде және сондай-ақ жол көлік оқиғалары кезінде, темір жол апаттарында, шахталарда, аяқ-қолдың, дененің ғимараттардың сынықтарымен, таулы жұмыстарымен, ауыр заттармен қысылып қалу болып табылады. Ұзақ жаншылу синдромының 4 ағым бойынша, ауырлығы бойынша 4 дәрежесін анықтаймыз. Бірінші, жеңіл дәрежесі. Бұл 4 сағатқа дейін. Орташа дәрежесі 6 сағатқа дейін. Ауыр дәрежесі 8 сағатқа дейін. Өте ауыр дәрежесі 8 сағаттан жоғары. Жалпы клиникасы бойынша 4 кезеңге бөледі. Бірінші кезеңі бұл компрессия кезеңі деп аталады. Бұл кезде науқастың есі сақталған, кейде апатия, тежелу және ұйқышылдықпен көрініс табады. Кейбір науқастарда қозу пайда болуы мүмкін. Олар орынсыз айқайлап, көмек көрсетуді талап етеді. Науқастардың басты шағымдарына жаншылған дене бөлігінің ауырғаны, аяқ-қолының кернелген тәрізді сезімі жатады. Аса ауыр компрессияда жарақаттық шок пайда болады. Жалпы клиникасына келетін болсақ, бірінші кезең, ерте кезең немесе эндогенді интоксикация кезеңі деп аталады. Бұл ұзақтығы 1-3 тәулік арасында болады. Осы кезеңде қатты ауыр сынуды тудыратын импульстер әсерінен жаншылған аяқ-қолды босатқаннан кейін қан арнасында көп мөлшерде токсиндердің сіңуімен дамиды. Науқастың жағдайы шокқа ұқсас реакциямен сипатталады. Артериялық қан қысымы күрт төмендейді, тахикардия дамиды, орталық нерв жүйесінде тежеліс пайда болады. Аяқ-қолда қимыл қозғалыс шектеледі, науқастың терісі бозарады, немесе мәрмәр түске өзгереді. Науқаста жіті бүйрек жеткіліксіздігі дамиды. Бастапқыда зәрі қызғылт түсті болса, кейіннен қошқыл қоңыр алмасады. Зәрде көп мөлшерде лейкоциттер, ақуыз анықталады. Микроскопиясында цилиндрлердің барлық түрі табылады. Қанда гемоконцентрация байқалады. Екінші кезең аралық немесе жіті бүйрек жеткіліксіздік кезеңі деп аталады. Оның ұзақтығы 4 тәуліктен 18 тәулікке дейін. Көптеген науқастардың есі сақталады. Аса ауыр түрде олар есінен айырылады. Науқастарда әлсіздік, ұйқышылдық немесе қозу байқалуы мүмкін. Үшінші кезең қалпына келу. Жарақатқа ұшыраған ағзалардың функциясы біртіндеп 3-5 апта бойы қалпына келе басталады. Бұл кезеңде ең қауіптісі бұл инфекция болып табылады. Инфекциялық асқынулар ең бірінші орынға шығады. Сепсистің даму қаупі өте жоғары болады. Енді жалпы бұл кезеңдерді ауырлығын азайту үшін алғашқы көмек өте маңызды болып табылады. Оқиға болған жерде зардап шегушіні үйіндінің астынан алып шығу керек. Егер компрессияның ұзақтығы 8 сағаттан көп болып ишемия дамитын болса, бұл жерге байлам салынады міндетті түрде. Алғашқы көмекке келетін болсақ,
Науқасқа ауырсынуды басатын ең алдымен дәрі егу керек. Науқасқа сілті сусын ішкізу керек. Компрессиядан жоғары жерге байлам үзгіт салу керек. Компрессияны босату керек. Мүшені эластикалық дәкемен байлау керек. Байламды шешу керек. Одан кейін жарақаттанған аяқ қолға иммобилизация жасау. Сіреспеге қарсы сарысуды егу, гистаминге қарсы дәрілерді егу болып табылады алғашқы көмек. Қорыта келе, соңғы жылдары ұзақ жаншылу салдары кезінде тірі қалу айтарлықтай артты. Себебі медициналық апат қызметкерлері құтқарудың жаңа әдістерін меңгерді. Бұл синдром көп компонентті емді, соның ішінде қарқынды емді жүргізуді талап етеді. Мына суретте жгут салу әдістері көрсетілген кезеңдері. Жгут салу бірінші жгут салу кезеңі ең бірінші қанды тоқтатып алу болып табылады, және қанды тоқтату үшін үстіне антисептикалық таңғыш саламыз. Одан кейін екінші жгут саламыз. Жгут салудың өзінің ережесі бар. Жалпы бақылау сұрақтары. Үйге тапсырма, ситуациялық есептерді шешу.